Девлет Думасының сабық депутаты Денис Вороненковның өлдіруіні ФСБ тарапынан идаре етілген Русия хырсызы Владимир Тюрин тешкіл етті. Она шекленілгені аққында әнді білдірділер. Бұның еле Украина Русиядан оның экстрадациясына талап еті. Бұның аққында брифингде баш прокурор Юрий Луценко білдірді. Оның сөзлеріне көре өлдіруге алақасы олған инсанларны белгілеп ве вақаның азырлағандан әмелге кечірілмесіне қадар тәфсілиятларыны біліп олдылар. Баш прокурорның фикріне көре ФСБ ребереті Туринның ярдымынен Русияге қаршы халқара махкемелерді қиметлі шаат олған Вороненконың өлдіруіні азарлады. Жинайы ішні енді Киевның Шевченко район махкемесіне бережеклер. Экибин 17 сенесі мартның 23-інде Киев мерkezінде премьер мұсафирханесі янында Русия Девлет Думасының сабық депутаты Денис Вороненконы атып өлдірділер. Әвел Украин ватандашлығыны алған еді. Яраланған қаравул үжім еткен шақысқа қаршы атеш ачты. Қатил Павел Паршов хастаханеде вефат етті. Вороненков қачақ президент Виктор Януковичның Девлет хейнлігі қында ешінде әмді Русия стелесі ве Қырым ишғалі бойынша шаат еді.